Ерте заманда бір қалашықта әлемнің ең сұлу қызы өмір сүріпті. Сұлулығы соншалық ол қызды көру үшін өте алыс шаһарлардан, елдерден өте бай, асқан көрікті, асыл текті жігіттер келеді екен. Үйленуге де ұсыныс жасағандардың, ханзадалардың арасынан ешқайсысының қолын алмапты. Сол күндері осы маңда тұратын бір жігітте әлгі қызға ғашық болып, оның қолын сұрайды. Бірақ оған да ол қыз өз келісімін бермейді. Арада ұзақ жылдар көзді ашып жұмғанша өте шығады. Әлгі жігіт басқа қалаға кетіп, жаңа өмір бастап, үйленіп, балалы шағалы болады. Күндердің бір күнінде өзі тұрған кішігірім қалашыққа жолы түседі. Келе жатып жолда бір танысын кездестіреді. Онымен ұзақ әңгіме айтып, әңгіме арасында бұрынғы әдемі қыз есіне түседі. Ол жайында да сұрайды. Сонда танысы гүл бақшасы бар үйді көрсетіп, қыздың тұрмысқа шыққанын және де сол үйде тұрып жатқанын айтады. Жігіт, япыр-ай, кезінде ешкімнің қолын алмаған қыздың күйеуі кім екен деп білгісі келеді. Бір күні жасырын сығалап жүріп, күйеуінің үйден шығып бара жатқанын көреді. Сонда қыздың күйеуі семіз, басы тас, түрі де өте ұсқынсыз біреу екен. Оның үстіне бай да емес екен. Мұның мәнісін білгісі келген әлгі жігіт күйеуі кеткен соң сол үйдің есігін қағады. Қыз есікті ашқанда өзінің кім екенін айтып, өзінің сұрағына жауап алғысы келеді. Сонда қыз, анау тұрған гүл бағының ішінен маған ең әдемі гүлді алып келсең, жауабын айтамын дейді. Бірақ бір шарт қояды. Ол шарт тек бір гүл алу, оны алу үшін тек ілгері жүру, кері жүруге болмайды дейді. Жігіт жүздеген әдемі гүлдердің ішіне кіріп аралай бастайды. Бірден көзіне әдемі бір сары гүл түседі. Оны алғысы келіп, енді қолын соза бергенде ілгерілікте көк гүл көзіне түседі. Ол көк гүлге қолын соза бергенде, одан ілгерілікте өте әдемі керемет қызыл гүл көзіне түседі. Осылай ең әдемі гүлді табамын деп ілгерілеп жүре келе бақшаның соңына да келіп қалғанын байқамай қалған жігіт амалсыздан сол жерден бір гүлді үзіп алып, қызға алып барады. Бақшаның ең әдемі гүлін күтіп отырған қыз жапырақтары солыңқы, өңсіз гүлді әкелгенін көреді. Сонда қыз жігітке бұрылып былай дейді: көрдің бе, үнемі ең жақсысын табуды қалағаныңда өміріңнің қалай өтіп кеткенін білмей қаласың. Соңында ең жаманына да разы болуға мәжбүр боласың. Сондықтан жастық шағың қолында кетпей тұрып, қолда бардың қадірін білу керек.